Жұбан Молдағалиев 1920 жылы Батыс Қазақстан облысы Тайпақ ауданы Жалынды деген жерде дүниеге келген. Жұбан Молдағалиев ақын, жауынгер, Қазақстан жазушылар одағының төрағасы болған. Жылы Кеңес армиясы қатарында болған. Ұлы Отан соғысына қатысқан. 1939 жылы Комсомол ұрпағы атты облыстық жастар газетінде Ленин тірі деген алғашқы өлеңі жарық шығады. Жұбан Молдағалиевтің ақындық даңқын көтеріп, оның есімін әдебиет әлеміне енгізген шығармаларының бірі бұл «Мен қазақпын» поэмасы. Өткен ғасырдың 70-ші жылдары жарық көрген бұл туынды қазақ ұлтының өзі туралы жариялауы болды. Бұл поэмада қазақ халқының өткен өмірін, салт-дәстүрін және туған жерге деген және отанға деген сүйіспеншілігі туралы, адамдардың қандай екені туралы көркемдеп ойлап сонда жазған. Мен қазақпын, мұң өліп мұң тірілген, жөргегімде таныстым мұң тіліммен, жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген. Мен қазақпын, ажалсыз анамын мен, құрсағыма сыйдырам баланы мен, пәк сәбиімін бесікте уілдеген, аналарыммен құрдаспын анамын мен. Қазақтың жоқ емес жау шаптары, қолымыздың бірдей емес саусақтары, есеңнен садақа кетсем олар демес едім қабырған қосып қап. Құнықпаймын дүние шолаққа мен, асым барда қуанам қонаққа мен, жолаушыға сатпаймын көлеңкемді, болса да біререн қонаққа дең. Мен қаракөз сұлуымын, сайтан қызбын, сайрай қалсам тілімнен бал тамғыздым, сүйер болсам өмірдей өле сүйдім, қас батырмен қайрасқан балтам жүзін. Адамзат бұл ғаламның кетегіне кірпіш болып кіл қаландым. Октябрлық космостық дәуірде барлаушысы болып жүрмін бұл ғаламның. Руым көп солардың аттарындай мінезім бар, олардың аттарындай ән жырым бар, бабалар аттарындай әжімім бар, бейнетім таптарындай. Осындай боп білмеймін кімнен тудым, бәлки қайсақ, бәлки бір ғұмнан тудым, деп шатыпты біреулер күннен тудым, жоқ сірә мен қара ұл күннен тудым.